Біз қайта оралдық, Айқанат 2025. Сәлем Айқанаттық, батпақ, ойлы-қырлы жолдар шалғайлығына қарамастан, Айқанат Олимпиадасы ауылдың дарынды балаларына мүмкіндік беру үшін бірінші кезеңге саяхатқа шықты. Бүгін біз Түркістан облысы Мырзакент ауылындамыз, ал дәл қазір қызық локацияға ауысамыз. Бұл жай ғана Олимпиада емес, Айқанат түлектері өздерінің ізбасарларымен қор туралы, Айқанат Хайскулов Бурабай мектебі туралы ақпараттармен, онымен қоса замандастармен пайдалы, өзекті, қызықты инсайттармен бөлісуде. Айқанат Олимпиадасының бірінші кезеңінде 170 ауданнан 56 мың оқушы тартысты білім бәйгесіне түседі. Рекреациялық аудандар дегеніміз не? Дәл қазір біздің 8-ші сынып оқушылары олардың өміріндегі маңызды тестілеуді тапсырып жатыр. Егер бұл тестілеуден өтетін болса, онда олардың алдында керемет мүмкіндіктер ашылады. Дәл Айқанаттай мүмкіндік беріп жатқан ешқандай іс-шара жоқ, ешқандай олимпиада жоқ. Сол себепті Айқанат мүмкіндіктер мекені дегенге мен 100% қосыламын. Оны жай сөзбен жеткізе алмаймын. Айқанат Олимпиадасы деген ол біз үшін өте үлкен мүмкіндік. Яғни мен қазіргі 8-ші сыныптарға айтарым, яғни Айқанат Олимпиадасына бейжай қарамаңыздар. Ол өте үлкен олимпиада, және де ол өміріңізге үлкен мүмкіндіктер ашады. Айқанат балаларға жаңа мүмкіндік беретін, балаларды жаңа ортаға үйлестіретін, балаларға жаңа білім беретін сапалы мектеп деп ойлаймын. Тестілеу былай қиын десек болады. Оның ішінде, яғни көптеген біз өтпегендер болды, сондықтан ол шамалы қиыншылық туындырды. Айқанат Олимпиадасы бірінші кезең Алматы облысы Талғар ауданында. Біздің Олимпиаданың басты ерекшелігі академиялық адалдық. Олимпиада біткеннен кейін біз міндетті түрде кітапшаларды жинап, оларды осылай өртейміз. Жалына алып, негіз жағамыз. Черный фонда осыны қосып кетсін. Бай-бай. Менің қолымдағы мына жауап парақтары өте маңызды, себебі ертең бұл бір баланың тағдырын өзгертуі мүмкін. Ал қазір мен оны Астанаға апаруым керек.